Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиялық нысандар мен құбылыстарды номинациялау. Сабағымыздың оқу мақсаттары географиялық нысандар мен құбылыстарды номинациялау ерекшеліктерін анықтайды, қазақ халқының халықтық географиялық терминдерінің мағынасын түсіндіреді. Бағалау критерийлері: білу, түсіну деңгейі бойынша географиялық нысандар мен құбылыстарды анықтаудың әдістерін ажырата алады. Топонимдер мен аронимдер, гидронимдер және фитотопонимдер терминдерінің мағынасын түсіну. Қолдану деңгейі бойынша қазақ халқының кейбір географиялық нысандарын анықтап, мағынасын түсіндіреді. Сабағымыздағы кездесетін негізгі ұғымдарға тоқталып өтейік. Географиялық нысандар ерекше түрдегі заттар. Географиялық нысандар көлемі жағынан әртүрлі. Мысалы, тұрғын үй, көше, қала, ел, құрлық, таулар, жазықтар деген сияқты. Топонимдер географиялық нысандар орналасқан жерлер. Топонимика географиялық номинацияларды, яғни топонимдерді зерттейтін ғылым. Географиялық номенклатура белгілі бір аумақтағы географиялық атаулар жиынтығы болып табылады. Хоронимдер шекара атаулары, аронимдер тау атаулары, гидронимдер су атаулары, ойконимдер мекендеушілер, урбанонимдер қалалық тұрғындар, дромонимдер жол атауларын айтамыз. Осы негізгі ұғымдарды дәптерлерімізге түсіріп алсақ болады. Оқушылар, географиялық нысандарға ассоциация құрып көрейікші кәні. Географиялық нысандарды топтастырып жіберейік. Жаңа мен алдыңғы парақшада айтып кеткен болатынмын. Қандай географиялық нысандарды білеміз? Дұрыс, жарайсыздар. Таулар, қалалар, ағаштар, ормандар, теңіздер, мұхиттар, үйлер және өзендер. Бұлардың барлығы географиялық нысандарға жатады. Географиялық нысандар жеке және жалпы есімдер деп те айтылады. Мысалы, таулар жалпы айтылғанмен таулардың өз атаулары бар. Қаратау, Ұлытау деген кезде жеке географиялық нысан болып айтылады. Топонимиканың негізгі ұғымдары. Топонимика географиялық атаулар туралы ғылым. Ол үш топқа бөлінеді. Транслитерация бір тілдегі атауларды басқа тіл әріптерімен беру. Топонимдер географиялық атаулар. Топонимия географиялық номенклатура. Енді топонимдер географиялық атаулар топонимдер тобына бөлінеді. Жаңағы негізгі ұғымдарда кездескендей, хоронимдер кез келген аумақтың атауы, өз облыс, аудан, қорықтардың, яғни шекара атаулары болып табылады. Аронимдер жер бедері, яғни рельеф формаларының атауы, таудың, ойпаттардың, үстірттердің және тағы басқа. Гидронимдер су нысандарының атауы, өзендер, көлдер, су қоймалар, мұздықтар, бұлақтар. Мысал үшін Сырдария өзені, Балқаш көлі деген сияқты. Ойконимдер елді мекендер атаулары, яғни қалалардың, кенттердің, ауылдық жерлердің атауларын ойконимдер деген терминмен жалпылама білдіреді. Урбанонимдер қала ішілік нысандардың атауы, көшелер, қаладағы алаңдар, мұражайлар, театрлар, фирмалар. Дромонимдер көлік жолдарының атауы, яғни көлік жолдарының теңіз, темір жол, автомобиль, керуен жолдары деген түрлерінің атауына жалпы есімі болып табылады. Оқушылар, осы тақырып бойынша өзіміздегі дүниежүзілік физикалық картасын қолданып, еліміздегі географиялық нысандарға анықтама берейік. Яғни географиялық нысандар таулар, жазықтар, өзендер, көлдер, теңіздер. Елімізде қандай таулар бар? Қандай жазықтар бар? Қандай өзендер бар? Көлдердің атауы және теңіздердің, еліміздегі теңіздердің атауын жазып кетсек. Мына дескриптор бойынша, яғни физикалық картаны қолданып тауларды анықтаймыз.
жазықтарды анықтау, өзендерді анықтау, көлдерді анықтайды, теңіздерді анықтайды. Жақсы. Таулар, яғни еліміздегі шығысындағы Алтай таулары, орталық Қазақстандағы Сарыарқа, Ұлытау таулары, жазықтарды алатын болсақ, орталық Қазақстандағы Бетпақдала, батыс Қазақстандағы Каспий маңы ойпаты, оңтүстіктегі Тұран жазығын айтуға болады. Еліміздегі өзендер, оңтүстік өзендері Сырдария, Іле, батыс Қазақстандағы Жайық өзендерін географиялық нысандарға жатқызамыз. Көлдер, Балқаш көлі, Алакөл көлі және Көлсай көлдері. Еліміздегі ең ірі теңіздеріміз Каспий және Арал теңіздері. Жарайсыңдар оқушылар. Керемет, жауаптарыңызға рахмет. Сонымен бүгінгі сабақ бойынша географиялық атаулардың топоним деп аталатын және олардың басты функциясы жер бетіндегі географиялық нысандардың орналасқан жерін белгілеу, топонимдердің пайда болуында халықтық географиялық терминдердің маңызы зор екенін түсіндік. Құрметті оқушылар, осы сабақтан алған әсерлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар, сіз үшін сабақтағы көңілді сәт болса жазып кетсеңіз, және қиындық болған кезде белгілеп жіберсеңіз, осы тақырып бойынша қандай шешім қабылдадыңыз? Және өз білгенімді дамыту үшін мен ары қарай не жасауым керек деп өз әсеріңізбен бөліссеңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.